Сәлем достар, сіздермен бірге мен Назлы. Бүгін мен Нұрданадан сұхбат аламын. Нұрдана, сәлем, қалың қалай? Сәлем, Назлы. Қалың жақсы, рахмет. Өзің туралы бізге айтып берші. Мінезің қалай сипаттайсың? Үйде ерке баласың ба? Сондай қатты ерке емес, ал мінезім ашық, көңілді жүремін. Және мен өте мейірімдімін. Нұрдана, қай жерде өзіңді еркін сезінесің? Мен көбінесе үйде өзімді еркін ұстаймын. Және достармен ойнап жатқанда еркін сезінемін. Арманың қандай? Мен үлкен үйде армандаймын. Ал жерде барлығымыз тұрамыз. Ата-анамыз қуанту үшін не істеу қажет? Ата-анамызды қуанту үшін сабақты жақсы оқу керек, тыңдау керек. Сол кезде ата-анамыз бізден мақтанады. Сабақты жақсы оқисың ба? Қай пән қатты ұнайды? Мен сабақты жақсы оқимын. Мен екінші Б сыныпта оқимын. Математика пәні қатты ұнайды. Математика қиын ғой. Есеп шығаруға маған өте ұнайды. Сондықтан қиын емес. Нұрдана, ал ең жақсы дос қандай болу керек? Ең жақсы дос ол адал, мейірімді, жақсы, сатпау керек. Қандай үйірмелерге қатысасың? Театр, вокал пәніне қатысамын. Ең жақсы көретін заттарыңды аташы. Менің ең жақсы көретін затым ол телефон, фломастерлер, әдемі киімдер және сырғалар. Ал неден қорқасың? Мен қараңғыдан қорқамын. Нұрдана, сұхбатыңа көп рахмет. Достар, осымен айдарымыз аяқталды. Сендермен бірге мен Назлы, Нұрдана. Сау болыңыздар.